Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұсыныс білдіремін. Я предлагаю. Балалар, бүгінгі сабақта дала жануарларын қалай қорғауға болатыны туралы сөйлесеміз. Ұсыныс, пікір жазып үйренеміз. Ребята, мы сегодня на уроке поговорим о том, как можно защитить диких животных. Будем учиться писать свое мнение или предложение. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Ұсыныс, предложение, пікір, мнение, тыйым салу, запретить, шөл, пустыня, ату, стрелять, соғу, бить, қаскөйлер, браконьеры. Ұсыныс, пікір, тыйым салу, шөл, ату, соғу, қаскөйлер. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар, есте сақтаңыздар. Бірінші тапсырма. Балалар, берілген суреттер бойынша сөйлем құраймыз. Киік қауіпті жерде ме, әлде қауіпсіз жерде ме деген сұраққа жауап береміз. Ребята, вам нужно по картинкам составить предложение, ответив на вопрос: сайгаки стоят в опасном месте или в безопасном месте. Суретке мұқият қараңдар. Үлгі бойынша. По образцу. Бірінші суретте киік қауіпті жерде тұр. Себебі орманда өрт болып жатыр. Стоит в опасном месте, потому что пожар. Точно так же составьте предложение к следующим картинам. Ал енді балалар, тексерейік. Екінші суретте киік қауіпті жерде тұр. Себебі мәшине келе жатыр. Қауіпті жерде. Үшінші суретте қауіпсіз жерде тұр. В безопасном месте, себебі олар қорада тұр. Төртінші суретте қауіпсіз жерде тұр. Себебі олар қоршауда тұр. Жақсы балалар, сіздерде осылай жауап бердіңіздер, осындай сөйлем құрадыңыздар деп ойлаймын. Я думаю, что вы точно так же по картинкам составили предложение, ответив на данный вопрос. Ойланайық. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Киіктер не себепті азайып бара жатыр? Почему меньше становится сайгаков? Подумайте и ответьте. Ал енді балалар, жауабымызды мәтіннен іздеп көрейік. Давайте попробуем сверить свой ответ, прочитав текст. Тыңдалым. Үшінші тапсырма. Балалар, берілген екі мәтінді тыңдайық, бірге оқиық. Қазақстанда киіктердің саны азайып бара жатыр. Оның бірнеше себептері бар. Бірінші себебі, қаскөйлер киіктерді жиі атып, оның мүйізін сатады. Менің ойымша, киіктерді атуға тыйым салу керек. Қазіргі кезде киіктер арасында жұқпалы аурулар көп. Ауру киіктерді ұстайтын қасқырлардың саны аз. Кейде киіктерді жолдағы көліктер қағып кетеді. Менің ойымша, киіктер жүретін аймаққа қоршау тұрғызу керек. Балалар, мәтінді тағы бір мәрте аудармасымен оқыңыздар. Ребята, можете приостановить видео, прочитать текст с переводом. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, дұрыс немесе бұрыс екенін анықта. Ребята, вам нужно внимательно прочитать данное предложение и определить, правильно или неправильно эта информация из прочитанных текстов или нет. Оқимыз. Қаскөйлер киіктерді атады.
Киіктердің мүйізін қаскөйлер сатып алады. Киіктер жұқпалы аурумен жиі ауырады. Киіктерді қасқырлар көп жейді. Киіктерді көліктер қағып кетеді. Дұрыс, правильно, бұрыс, неправильно. Балалар, ойланып көріңдер. Подумайте. Ал енді балалар, тексеріп көрейік. Бірінші сөйлем дұрыс, екінші сөйлем бұрыс, үшінші сөйлем дұрыс, төртінші дұрыс, бесінші сөйлем дұрыс. Жақсы балалар, сіздерде осылай дұрыс анықтадыңыздар деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы справились с этим заданием. Бесінші тапсырма. Балалар, киіктерді қорғау үшін не істеу керек деген сұраққа өз ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Ребята, скажите свои предложения на вопрос: как можно защитить сайгаков? Менің ұсынысым мынадай. Мои предложения. Киіктерге арнайы сырға тағу керек. Сайгакам надо надеть специальные берки. Киіктер үшін қоршау тұрғызу керек. Для сайгаков надо построить ограждение. Киіктерді бақылауға тікұшақ пайдалану керек. Для наблюдения за сайгаками надо использовать вертолеты. Қыста киіктер үшін қора салу керек. Зимой для сайгаков нужно построить сарай. Қыста киіктерге дәрмен беру керек. Зимой надо давать витамины сайгакам. Келесі ұсыныстар сіздердікі. Следующие предложения, ребята, за вами. Это задание устное. Отправляйте голосовым сообщением учителю. Жазылым. Алтыншы тапсырма. Дайын құрылымды толықтырып жаз. Ребята, вам нужно дополнить данную схему. Қазіргі уақытта киіктер азайып бара жатыр. В данное время становится меньше сайгаков. Маралдың жойылуына түрлі себептер бар. На это есть разные причины. Бірінші, екінші, үшінші. Здесь указывайте причины, почему становится их меньше сайгаков. Бұл мәселені шешу үшін мынадай ұсыныс айтқым келеді. Для решения этой проблемы я предлагаю алдымен в начале, содан соң потом, келесі дальше. Здесь вы указываете свои предложения. Қорыта айтқанда, дала жануарларын қорғау керек. Исходя из этого, надо защищать диких животных. Олардың адамға пайдасы өте көп. Они приносят много пользы для человека. Табиғатты аялайық. Давайте защитим природу. Ребята, это задание письменное, выполняйте в тетради. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.